телефондарыңыз қатып қалып дұрыс жұмыс жасамай жатыр ма? Видеоның соңына көрсеңіздер не себеп екенін түсінесіздер. Оған себеп сіздің телефоныңызға көп кеш мусорлардың барлығы. Яғни сіз кіріп шыққан әрбір файлдарды телефоныңыз сақтап етіп қояды. YouTube-қа кірсеңіз, Chrome-ға кірсеңіз, тағы басқа неге кірсеңіз, телефон соны өзінің жадында сақтап қалады. Сол кеш болады. Ал ол кеш қаншалық көп программаға кіре берген сайын көп жинала береді. Оны өшіру керек. Ал оны өшіру үшін бізге мына программа керек. Бұл программаның сілтемесі описаниеда болады. Telegram каналға өтіп, сол жерден скачать ете салсаңыздар болады, достар. Бұған кіреміз. Кіргеннен кейін сіздердің телефондарыңызда дәл осылайсыздар және разрешение бересіздер. Сізден рұқсат сұрайды, осы программаны қосуға рұқсат па деп. Иә дегенді бассаңыздар, телефондарыңызға қосылады. Мінекей менде 3.5, яғни 3,5 гигабайт кеш мусор бар екен менің телефонымда. Оның 34 гигабайтында нәрсе бар, 29 гигабайты бос, ал 3,5 гигабайтында менде мусор, артықша мусор бар менің телефонымда. Оның очистка кеша деген кеш деп тұр. Осыған досы бөлмеге кірсек, осы жерден удалить етіп тастауға болады. Яғни жерде қараңыздар, YouTube-ымда менде 575 мегабайт кеш бар екен. Хромда да 568. Мына қызылмен жазылғандардың барлығы менде артықша мусор. Осы мусорлардың бәрін өшіріп тастасаңыздар, телефондарыңыздың жұмысы өте жақсы жұмыс істейтін болады. Біршама артады яғни. Мына жерде тұрған сыпырқын суретін басасыздар. Тағы бір рет басамыз. Және бізде мінекей мынаның барлығын птичка қойып шыққан. Осының барлығы автоматты түрде удалить болып кетеді. Мына сыпыртқаны бассақ, мұның барлығын өшіреді. Айта кететін жайт, сіздің телефоныңыздағы ешқандай программаларды, фотоларды, суреттерді, ешқандай аудиозапистерді өшірмейді. Тек керек емес файлдарды ғана, яғни артықша болып тұрған файлдарды ғана өшіреді. Басқа барлық телефондарыңызда сақталып болып тұрады, достар. Каналға лайк, подписка басып кетуді ұмытпаңыздар, достар.